Армысыздар оқушылар. Бүгін 11 сыныптың физика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл тарауда сендер электромагниттік толқын және механикалық толқындарды қарастырғасындар. Енді осының бұжыбы тапсырмасын талдайық балалар. Бірінші, көлденең толқын қандай ортада таралады? Әрине бұл тек қана қатты ортада ғана таралатын болады. Толқынның фронты дегенне, толқын фронты деп уақыт мезетіндегі тербелістің жететін нүктелердің геометриялық орнын айтады. Үшінші тапсырмамызда суретті резеңке бау бойымен 3,16 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын толқынның графигі көрсетілген. Бастап фаза 0-ге тең, пиді 3,14 деп алу керек. Енді бірінші амплитудалық мәнін сұрайды. Амплитуда дегеніміз енді мұна өркештің биіктігін айтады. Бұлай айтқанда ең жоғарғы нүктесі, максимал нүктесі, енді біз оның мынау жылжып кетті ме деп ойладым. Енді 12 метр, мына жерде тура 12 метр деп алайық балалар. Амплитудасы 12 метр. Ал циклдік жиілігін табу керек. Циклдік жиілік омеганы табу үшін 2 пиді т-ға бөлеміз. Ал бізде период, мынау барғаны, мынау қайтадан қайтып келгені. Сонда периодымыз 16-ға тең екен. Сонда 2 пиді 16-ға бөлсем, пи бөлінген 8 радиан секунд. Ал жиілігі 1 бөлінген т болғандықтан, периодымыз 16-ға тең болғандықтан, онда 1 бөлінген 16 герц. Ал толқынның жиілігін жазып қойдық. Толқындық саны, мына жерде 1 толқын тұр. Ал енді мына жерде 2,5 толқын тұр. Ал толқындардың қозғалыс теңдеуін жүздік дәлдікпен жазу керек. Жалпы тербелістің теңдеуі x тең x максимал синус омега т болғандықтан x тең болады. Амплитуда 12-ге тең, омега пи бөлінген 8-ге тең, тербелістің теңдеуін жаздық. Суретте көрсетілген білік торын орналастырғанда қабылдағыш рупор сигнал тіркемеген. Қабылдағыш рупор дыбыс сигналын максимал қабылдау үшін торды қанша градусқа бұру керек. Енді мына қабылдағыштың мұның дыбысын қабылдай алмай тұрған себебі, толқынды қабылдай алмай тұрған себебі, бұл жерде поляризациялық құбылыс болып тұр. Олардың мына осьтері сәйкес келмей тұр. Демек, енді мына қаңдегі торды 90 градусқа бұратын болсақ, онда екінші рупор қабылдайтын болады. Жауабы 90 градус. Сәйкестендіру. Бұл жерде сәйкестендіру. Енді мен бүйтіп сызбадым балалар, шимайлап кетеді деп. Көлік жылдамдығын анықтайтын радар жұмысы қай құбылысқа негізделген? Бұл шағылу. Енді өздерің білесіңдер, радар әкімдегі ГАИ қызметкерлері кезінде машиналарды бақылаған кезде радар пайдаланады ғой. Сол толқындар барып, қайтадан қайтып информация алынған. Электромагнит толқынның көлденең екендігін дәлелдейтін құбылыс ол поляризация деп аталады. Оптикалық аспаптардың айыру қабілетін шектейтін құбылыс ол дифракция. Өте кішкентай бұрышты дәл өлшеуге бөлшек бетінің сапасын анықтауға мүмкіндік беретін құрал бұл интерференция деп аталады. Ал кемпірқосақтың пайда болуы жарықтың дисперсиясына сәйкес келеді. Тағы да сәйкестендіру тапсырмасы беріліп тұр. Бұл жерде балалар, мысалы жұп өткізгішті кабель, ол шу деңгейі төмен, қондырғыларды айтады. Ал коаксиалды кабель, ол кедергі төзімділігі өте жоғары кабельдерді айтады. Ал талшықтар бұл шуға төзімділігі аз болатын кабельдерді айтады. Жетінші, кеңістіктің белгілі бір нүктесінде жол айырымы беріліпті. Когерентті толқындар беттескен, толқын ұзындығы 580 нанометр болған, жарық шынының ішінде таралған, n1,3. Енді осы жердегі жиілікті анықтау керек. Жиілікті анықтау үшін біз ең алдыменен дельтады к лямбда интерференцияның максимум шартын жазамыз. Ал және шыныдағы өткендіктен ол n-ге бөлінеді балалар. Сондағы лямбдадан тапқанда сыны ньюға біз бөлетінбіз. Сонда жиілік
жиілікті тапқанда К-ны С-ға көбейтіп дельта Д N-ға бөлеміз. Сонда мәндерін орнына қойсам 1,44, оның 14 дәрежесі герц. Енді С тең болады лямбда нью формуласы бойынша, бөлінген N формуласы бойынша сол шынының ішіндегі жарықтың толқын ұзындығын табамыз. Мына лямбданы табамыз. С-ны N-ге көбейтіп ньюға бөлеміз. Енді N 1,3-ке тең, С тұрақты шама, электромагнит толқын жылдамдығы, жиілікті тауып қойдық 1,44, оның 14 дәрежесі, сонда 2,17, оның -6 дәрежесі. Ал енді интерференцияның нәтижесін сұрайды. Егер К бүтін санға тең болса, максимум жарты орындалады. Ал енді егер толқынның жарты немесе әгіндегі жарты не болмаса тақ санына тең болса, онда минимум шарт орындалады. Сонда К-ны мына формуладан К-ны тапқанда дельта Д-ны N-ға көбейтіп, лямбдаға біз бөлдік. Сол кезде бұл К 0,17-ге тең болды. Демек, бұл бүтін санға тең болмады. Бұл жерде минимум шарт орындалғандықтан жарық әлсірейтін болды. Келесі тапсырмамызда, 8-ші тапсырмада балалар зертханалық жұмыс кезінде алынған нәтижелер кестесі беріліпті. Қандай мәндерді жазып, қажетті мәндерді жазып, кестені толтыру керек. Жарықтың дифракциялық қасиетін бір оқушы анықтап отырған болу керек. Д тордың периоды, К рет саны, L ұзындық, X ұзындығы, нәгіндегі сынған кездегі лямбда содан өткен жарықтың толқын ұзындығы балалар. Енді осы есепте мына қай жердегі ашық тұрған кестелерді толтыру керек. Енді бізде алдымен мына тордың периодын табу керек. D синус пи К лямбда формуласы бойынша D-ны тапқанда К лямбдадан синус пиға бөлеміз. Синус пи деген X-тің L-ге қатынасы, ол 6,18, оның -2 дәрежесі. Енді орнына қойып есептейтін болсам, 10 микрометр. Жаздым балалар, 10 микрометр. Екінші X-ті табамыз. Екінші мына X-ті табу керек. К лямбда L бөлінген D формуласы бойынша бізде лямбда 690, оның -9 дәрежесі, L 0,2-ге тең, периоды 20, оның -6 дәрежесіне тең, сонда 2 сантиметр жаздық. Ал үшінші лямбданы тапқанда дельта DX-ті КЛ-ға бөлеміз. Мәндерін түгелдей орны, үшінші мына мәндерді орнына қоямыз. Сонда 652 нанометр жарықтың толқын ұзындығы шығатын болады. Дәл сол сияқты төртіншіде мына L-ді табамыз. L-ді тапқанда DX-ті К лямбдаға бөлеміз. L-ді мәнін орнына қоямыз. Мына жердегі мәндерді, мына мәндерді түгел орнына қоямыз. Сонда біздің L-іміз 0,13 метрге тең болды балалар. Ал 9-шы сұрақта жарық толқынының электр және магнит өрісі кернеулік векторларының бір жазықтық бойымен бағытталуы қалай деп аталады, және осы құбылысты қайда пайдаланады. Бұл жерде балалар негізінде электр өрісі менен магнит өрісі векторлар бір-біріне перпендикуляр бағытталады. Олар электромагниттік толқын болып табылады. Ал енді егерде олар бір бағытта таралатын болса, онда ол жазық толқындар болып таралатын болады. Ал енді екеуі бір-біріне перпендикуляр бағытталған жағдайда бұлар электромагниттік толқын болып қолданады. Электромагнит толқын телевидение саласында, интернет саласында, әртүрлі мақсаттарда өте көп қолданатын болады. Міне балалар, бүгінгі БЖБ-ларыңның әгіндегі балдары 30-ға тең болатын болса, сендер осы 2-ші тоқсандағы жазылатын БЖБ жұмыстарынан өте жақсы бағаға ие боласыңдар деп ойлаймын. Тыңдағандарыңа рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікірлеріңді қалдыруға болады. Бүгінгі ақпаратым ұнаса, әрине менің каналыма жазылыңдар. Сұрақтарың болса қойып, кері байланыс жасауларыңа болады балалар.